Мен бүгін әкемді айтып толғанамын. Әкем Сыздықов Молдахмет Сыздықұлы 1925 жылы Қызылқұм ауданында дүниеге келді. Қазіргі Ақсуат елінде 6 классқа дейін білім алды. 1943 жылы әскери комиссариат шешімімен Совет армиясының қатарына алынып, Ұлы Отан соғысына қатысты. 1944 жылы Польша мемлекетінің астанасы Варшава қаласына азат етуге қатысты. Одан кейін Чехословакияның Прага қаласында қас майданда жүріп, оң қолына гранаттың ұшқыны тиген. 1945 жылы Берлин қаласында сержант болып, азат ету мақсатында жүргенде снарядтың оғы аяғын тесіп өтті. Содан госпитальден жазылып шығып, еліміздің болашағы үшін соғыстың соңғы нүктесін жеңіс қойып, жеңіспен оралды. Варшава, Киев, Прага қалаларын азат еткені үшін және әскери сержант қызметін атқарғаны үшін Қызыл Ту орденімен марапатталды. Соғыс біткеннен кейін Совет армиясының қатарында 1950 жылға дейін қызмет атқарды. 1951 жылы елге оралып, отбасы құрып, халыққа қызмет көрсетіп, шопырлық қызметін атқарды. Отбасында асыл жары Ырзықия мен 7 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсірді. 1988 жылы зейнеткерлік жасқа жетті. 1990 жылы шілде айында өкінішке орай әкеміз дүние салды. Осындай әкеміз ерлік көрсеткені үшін, отан үшін отқа кеудесін тосқан ер жүрек әкеміздің барына мақтанамыз.